Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат. Және де бүгін біз өткен апта болған барлық қызықты ақпаратпен бөлісетін боламыз. Себебі өткен апта қызыққа толы болған еді. Қазақстан тарихындағы ең нашар азиада Жалғас Жұмағұлов пен Дамир Усмағұловтың октагонға қайта оралуы, Қазақстандағы ең үздік қарсыластық және де Ислам Махачевтің Шавкат Рахмоновқа қарсы жекпе-жегі және де тағы да басқа жайттар жайлы бүгін видеомызда сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар біздің Азамат ММА телеграм арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Осы арнада сіз UFC-де тікелей эфирде тегін, яғни бесплатно қарсаңыздар болады. Және де ММА мен бокс туралы барлық актуалды ақпарат сол арнамызға салынып отырады. Сондықтан сіздерді біздің телеграм арнамызда күтетін боламыз. Ең алдымен Азиададан бастайық. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамының капитаны Асланбек Шынбергенов 71 келі салмақта жапониялық Севен Окадзаваны жеңсе де, төрешілер жапон боксшының қолын көтерді. Бұл жартылай финалда Асланбек қарсыласынан басым түсіп таза жеңген еді. Алайда төрешілер жеңісті жапондық боксшыға беріп, Асланбек Шынбергенов тек қана қола жүлдесіне қол жеткізіп отыр. Тіпті жапон бапкерлерінің өздері бұл шешімге таңғалып, қалай жеңгеніне сенбей отыр. Осыдан соң Қазақстан бокс федерациясы осы Азиаданы өткізіп жатырған Олимпиада комитетіне хаттама жазып, барлық қазақ боксшыларының жекпе-жектерін жинап сотқа берген еді. Егерде сот шешімі біздің боксшыларымызды ақтап шықса, Асланбек Шынбергеновке Париж 2024 Олимпиадасына жолдама беріліп, қалған боксшыларымызға қосымша мүмкіндік беретін болады. Бұдан басқа бокстан 92 келіден жоғары жұдырықтасатын Қамшыбек Қоңқабаев финалда қас жауы Бахадир Жалоловқа есе жіберді. Солай Қамшыбек қазақ елінің қоржынына күміс медалін қосып, Париж 2024 Олимпиадасына жолдама алды. Бұдан басқа қандас бауырымыз Қытайдың қазағы Тоқтарбек Танатханұлы бокстан 80 келі салмақ дәрежесінде Азия ойындарының чемпионы атанды. Миллиардтың арасынан жарып шығып, қазақ ұлтының рухын көрсетіп жүрген Тоқтарбек Танатханұлы бауырымызды шын жүрекпен чемпиондық атағымен құттықтаймыз. Қазақ деген ат тебелінде аз халықпыз. Сондықтан әр қазақтың жеңісіне қуана білейік ағайын. Осы Азия ойындарында каратэден ұлттық құрамамыз 100% нәтиже көрсетті. Ең алдымен 75 келі салмақта жекпе-жек өткізетін Нұрқанат Тәжіқанов Иордания спортшысы мерзімінен бұрын жеңіп, Азия ойындарының чемпионы атанды. Кейін Қайсар Алпысбай 60 келі салмақ дәрежесінде Кувейт елінің спортшысын тізе бүктіріп, Азия ойындарының чемпионы атанды. Ал София Берульцева қарындасымыз 68 келіден жоғары салмақ дәрежесінде непалдық каратэшіні 3-0 есебімен жеңіп, Азия ойындарының чемпионы атанды. Ал ұлттық құрамдағы қалған 5 спортшы 3 күміс және де 2 қола жеңіп алып, жалпы командалық есепте бірінші орын алды. Солай ешкім үміттенбеген, ақша тым аз бөлінген каратэ құрамы керемет нәтижеге қол жеткізіп отыр. Солай Қытай елі Хуанчжоу қаласында өткен 19-шы жазғы Азия ойындарына аяқталған болатын. Қазақстан ұлттық құрамасы жалпы саны 80 жүлде жеңіп отыр. 10 алтын, 22 күміс және 48 қола. Осының арқасында командалық есепте 11-ші орынмен осы Азия ойындарын аяқтап отыр. Бұл біздің Қазақстан ұлттық құрамамыз үшін ең төмен нәтиже, ең нашар нәтиже десем де болады. Соңғы рет Жакартада өткен Азия ойындарында Қазақстан қоржынында 15 алтын, 17 күміс және 44 қоламен 9-ші орынды иеленген еді. Ал осы жылғы нәтиже біз үшін антирекорд болды. Сондықтан жоғарыда отырған адамдар өз жұмысын дұрыс атқарып, спортшыларымызды дұрыс дайындаса, келесі Азия ойындарында жақсы нәтиже көрсететін шығармыз деген ойдамыз. Жәнібек Әлімханұлы өзінің жекпе-жегіне дайындалу барысында кәсіпқой бокста небәрі 14 жекпе-жек өткізіп, әлем чемпионымын. Мен өзімнің титулымды 2 рет қорғадым. Жақында менде белбеулерді біріктіру жекпе-жегі болады. Иншаллах, мен бұл белесті де бағындырам деген болатын. Еске сала кетейік, Қазақ стайл осы аптаның соңында Винченцо Гуальтери мен 2 чемпиондық белбеуді біріктіретін болады. Бұған орай Жәнібек былай деген еді: ешқандай жарақатсыз аман-есен спарринг жұмыстарын аяқтады. Енді бұйырса салмақ қуу жұмысы күтіп отыр. Жекпе-жек осы аптада. Әлемге қазақ стилін көрсетіп, қос чемпиондық титулды алып, елімізге қайтамыз Құдай қаласа деген еді. Сондықтан батыр боксшымызға келе жатқан жекпе-жегінде тек жеңіске жетуін тілейміз. Жалғас Жұмағұлов қайта оралуға қарқынды дайындалып жатыр. Жекпе-жек күні белгілі, қарсыласым бар. Дайындық барысында Бағдат Жұбаныш негізгі спарринг серіктесім болады деген еді. Жалғастың келесі жекпе-жегі 2 желтоқсан Астанада Найза турнирінде өтеді. Жаконың қарсыласы 12-де 3 рекордына ие жас бразилиялық жауынгер болады деп күтілуде. Бағдат туралы айтқан едік, ары қарай жалғастыра берейік. 2024 жылдың ақпан айында болатын Найза турнирін Бағдат Жұбаныш пен Қазбек Саған арасындағы реванш басқаратын болады. Алғашқы жекпе-жек Алматы қаласында өтіп, жақын жекпе-жекте
Қазбек Сағын жеңіске жеткен еді. Алайда жанкүйерлердің 99%-ы Бағдат жұбаныш жеңгенін айтып, төрешілердің шешімі әділетсіз деген болатын. Ендігі жекпе-жек бәлкім Ақтөбе қаласында өтуі мүмкін. Қалай ойлайсыздар? Бұл реваншта қай жауынгер жеңіске жетеді? Комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ал біз жалғастырамыз. Дастанамен келді. Кеше Бішкекте өткен Найза 53 турнирінде жергілікті жауынгер Жұмғалбек Жүсіпбаковты екінші раундта қылғындыру әдісімен жеңген болатын. Дастан келесі жекпе-жегінде жеңілдеу салмақта Найза чемпионы корейлік Су Йонг Юмен жұдырықтасады деп күтілуде. Сондықтан батырымызға бұл жекпе-жекте жеңіске жетуіне сәттілік тілейміз. Қазақстандық Триумф Файт клубының жауынгерлері Таиланд еліндегі атақты Тайгер Муайтай залында оқу-жаттығу жиындарын өткізуде. Бұл команданың көшбасшысы ретінде UFC жауынгері Азат Мақсұм келесі жекпе-жегіне дайындалуда. Ал UFC-ге қосылуға үміткер қазақ батырымыз Бекзат Алмахан қараша айында Октагон 52 турнирінде бразилдік Клаудисио Бритомен жұдырықтасады деп күтілуде. Қазақстандық Арлан ММА командасының өкілі Мостар Евлоев келесі жекпе-жегінде Арнольд Алленмен кездеседі. Бұл қаңтарда болатын UFC 297 турнирінде жоспарлануда. Ол турнирдің басты айқасы Алекс Волконовский мен Илья Топури арасында өтетін чемпиондық жекпе-жек. Бұл жекпе-жек туралы ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Осы турнирдің кардына бұрынғы қатардан екі салмақ чемпионы Генри Сихуда мен Мераб Давалишвили жекпе-жек өткізулері мүмкін. Бұл ақпаратты Сихуданың менеджері Али Абделазиз растаған болатын. Ислам Махачев Чарльз Оливейраны жеңген соң Шавкат Рахмонов жекпе-жек өткізетін жартылай орта салмаққа көтеріліп, Колби Говингтонмен жұдырықтасқысы келеді. Бұл туралы Ислам сұхбатында айтып кеткен болатын. Мен Эдвардс Ковингтон жекпе-жегінің жеңімпазын жеңе алатыныма сенемін. Мен өзімнің қолымнан не келетінін білемін. Сондықтан мен қатарынан екі салмақ чемпионы болғым келеді. Тіпті бүкіл жартылай орта салмақтағы жауынгерлерді қиналмай жеңетініме сенемін. Тек біраз уақыт беріңіздер. Мен Чарльз Оливейрадан кейін жартылай орта салмаққа аңға шығуыма дайынмын деген еді. Қалай ойлайсыздар? Егерде Ислам Махачев пен Шавкат Рахмонов арасында жекпе-жек орын алса, кім жеңіске жетеді? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және де соңында кеше ғана Bellator 300 турнирі өтті. Сол турнирді бастарған Осман Нұрмағамбетов титулын сәтті қорғап, өзінің рекордын 18-0-ге дейін жеткізді. Хабибтің інісі Осман болашақта UFC-ге ауысып, жеңіл салмақтың чемпионы атанғысы келетінін айтты. Сондықтан Ислам Махачев чемпиондық белбеуін босатқан кезде, оның орнына Осман Нұрмағамбетов келуі мүмкін. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егерде сізге ұнаса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.